Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өрмелі ет қосылған пирог пісіру рецептімен бөлісемін. мл жылы сүттің үстіне бір ас қасық ашытқы қосып араластырамыз. грамм ерітілген сары май қосамыз. Бір шай қасық қопсытқыш саламыз. грамм ұнды біртіндеп қосып отырып, қамыр илейміз. Үстін асхана өлдірімен жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Салмасы үшін 1 пияз бен 3 картопты аршып дайындаймыз. грамм етті ұсақтап тураймыз. Фарш қылып жасауға да болады. Картоп пен пиязды да текшелеп тураймыз. бір шай қасық қара бұрыш,
1 шай қасық тұз және 2 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Ет тұздалған болғандықтан тек 1 шай қасық тұз салдым. Қамырды теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Видеода көрсетілгендей ұзынша етіп жаямыз. Қамырдың екі шетінен кесіктер жасаймыз. Ортасына салманы саламыз. Және кезекпе-кезек екі жағынан қамырды біріктіріп өріп шығамыз. Дәл осылай екінші пирогты да дайындаймыз. Үстіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағамыз. Үстіне күнжіт дәндерін себеміз. градус қызып тұрған пеште 35 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.